Қос ғимараттан тұратын Ақтасты ауылындағы аядай ағарту ошағы осы. Сыртқы сылағы сыпырылып, жаңбыр жауса төбесінен су сорғалайды. Күрделі жөндеу көрмегелде көп жылдың жүзі болған көрінеді. Нөмірі 31 мектеп 80-ші жылдарға дейін жеке үй болып, кейіннен ағарту ошағына айналған. Мұнда 4 сыныпта небәрі 13 оқушы оқиды. Тұрғындар ескі ғимараттың әбден тозығы жеткен, қазір апатты жағдайда тұр дейді. Мәселенің шешілмей келе жатқанына 10 жылдың жүзі болған. Төбеңізге шығып қойсаңыз, шибірдің үстіне күленкі төсеп тастасам, күленкіден кейін тажып қойып қойған. Әйтеуір не төбеден су сорғалап тұрмау үшін. Бұрынғы ескі там бұлар. Бұл мектеп аварийный состояние было. Мен келін болып түскен уақытта менің айттым ғой, келін болып түскенде осы мектептер бар еді. Сонда менің балаларым оқыған, ең кішкентай баламын. Осылар оқып бітірді ғой, енді немерелерім оқып жатыр. Табиғаттың тос мінезіне төтеп бере алмаған мектептің төбелерін осындай тек ақ парақпен жауып қоюға мәжбүр. Ал бастауыш мектептегі барлық 4 кабинетте осындай ошақтар орналасқан. Тезекпен тұтатып, көмірдің көмегімен жылынатын пештер жөнде жылуды да бермейді дейді жұрт. Көмір жағып жылынатын мектептің пеші жанбай бықсығасын кабинеттің іші түтіндейтін көрінеді. Сондықтан арасында есік терезені ашып қоюға мәжбүр екен. Әр класста бір ошақ бар. Олар жақсы жанбайды. Қазіргін білесіздер, көмірлер жақсы емес. Жақсы жылымайды. Қанша жағы батады, бірақ жылымайды. Кейде жаңа өздеріңіз неғандай түтінде шығады. Есікті ашып бықсып неға батады. Міне балдарымыз жақсы мектепте оқысын дейміз, арманымыз осы. Ал ауылдықтар айтқан су жаңа мектеп осы. Өткен жылы бой көтерсе де әлі бос тұр. Кәсіпкер 72 миллион теңгеге соғып, аукцион арқылы аудандық білім бөліміне сатпақ болған. Алайда атқамінерлер кәсіпкер тиісті құжаттарын өткізуде кешігіп қалғандықтан былтыр берілмеді дейді. Енді қаржының тең жарысын төлеп беру үшін министрлікке хат жолдапты. Ол мектептің жаңа құрылыс мектебі басталған былтырғы оқу жылында жеке кәсіпкердің есебінен. Яғни оны біз енді құжаттамасының барлығын облыстық акиматқа өткіздік. Яғни 50% облыстық акиматтан қолдау тапса, біз ол мектепті алып береміз ол мектепке. Жуал ауданының әкімдігі Ақтастыдағы ағайынның мұңы болған мәселені биыл тамызда толықтай шешпек. Жоспарлары жүзеге асса, балалар қыркүйектен бастап жаңа оқу ордада білім алады. Шерхан Абзаулы, Жамбыл Ньюс, Жуал ауданынан.